Достар, ролик басталмай тұрып тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, әйтпесе. Қысқасы айтқанда қорқынышты кино. Бүгін менің қатты ішім пысты. Ішім пысқан соншама не істерімді білмедім. Ужастик көруді шештім. Бірақ мен ужастикті жылына бір рет қана көретінмін. Бүгін бола береді. Ужасы деп жазған соң бірден көзіме Астрал фильмі түсті. Оған кіріп ең алғашқы кадрлерді көре бастадым. Кино басталды. Мен қарап отырдым. Бір кезде есіме бір нәрсе түсті. Так, мен бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымын ғой. Так, енді көре беруге болады. Фильмді көрейін. Так, тағы да бір нәрсе ұмытып кеткен сияқтымын ғой. Қазір не екенін білем. Енді кино көре беруге болады. Өз орныма қайтып келіп отырған соң, мен киноны ары қарай көріп отырдым. 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут. Дәл осы сәтте ең қызық жері. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Сен не қорқасың ба не? Жоқ, мен просто қоя берші. Ары қарай көрейік. Қайтадан светті өшіруге бардым. Киноның қызыл жерлері бітіп қалған соң ары қарай өткізе бердім. Телевизорды өшіре салуды жөн шештім. Светті де өшірдім. Орныма барып ұйықтайын десем ұйықтай алмадым. Беті қолын жуып келем ау. Жүріп келе жатқанда алдымнан Уф, Нұрәлі, мен қорқып жүрдім ғой. Ой, қорқақ. Сен өзіңе қарап ал. Ха-ха. Мақұл, онда өз орныңа барып ұйықта. Мақұл. Тас қараңғыға барып свет жақтым. Достар, видеоның көбісіне мен үнсіз қалып кетсем, мен кешіріңдер, өйткені видео сөйтіп түсірілу керек. Беті қолымды жуып, өзімді ретке келтіріп, өзімнің бөлмеме бардым. Бөлмеме барған соң да маған ыңғайсыз болды. Ыңғайсыз болған соң әрине бір жаққа барасың. Вот, келатырым. Тут алдымнан әрине кинодағы сияқты о, короче. Қорыққаным соншама сүрініп құлап қалдым. Әрең дегенде үйге жетіп, есікті құлттап алдым. Не болғанын түсінбеген мен светті жағып, өзім есімді жинап алдым. Қайтадан бетімді жуып, өзімді ретке келтіріп, енді точно ұйықтаймын деп, бөлмеге қарай асықтым. Шаршағаным соншама қалай ойға беріліп, ұйықтап кеткенімді білмей қаппын. Осымен таң атып, барлық оқиға бітті. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, мына екі видеоны көріп кетіңдер.